Жаңалығына ойсамыз, қалалық жастар ресурстық орталығы мен дене шынықтыру және спорт бөлімінің ұйымдастыруымен шара өтті. Жиынға КУДО Маңғыстау клубының чемпионы Ералы Абдыров пен халықаралық турнирінің жеңімпазы Нұрсұлтан Бексұлтан қонаққа келді. Кездесуде студенттер мен ұстаздар спортшыларға көкейінде жүрген сұрақтарын қойып, тұшымды жауаптарын алды. Бұндай шара алғаш рет өткізіліп отыр дейді ұйымдастырушылар. Жиында жас чемпиондар жастарға өздерінің басынан өткен қызықты да қиын шақтарын әңгімелеп берді. Студенттер мен ұстаздар жеңімпаздардың ерлігіне риза болып, оларға ақ тілектерін айтты. Сонымен қатар бапкердің еңбегінің зор екенін айтып, осындай спортшыларды тәрбиелеуде шаршамай, жетістікке жетелеуін тіледі. Спорт залымызды үлкейтіп, балдарымыздың бізге ең болмаса мына фоктан болсын, ең болмаса энергонеттен болсын, сүйерден бізге үлкендеу бір зал берсе екен деп ойлаймын. Қазақстан бойынша 7-8 кісі жігіттер, спортсмендер осы белбеуге, Night Fight белбеуіне жарыс өтті. Сол жарыс енді қалай қылғанда да осы өзенге енді бұйырып тұр. Басты маңызы мына көп қазір көшеде балдар қаңғаннан гөрі, көшеде тентектік жасағаннан гөрі осындай спортқа келіп, уақытын осы спортқа бөліп, деген ойда, деген мақсатта осы бүгінгі жиналысының солай өтті. Енді көптеген балдардың ойларында болды, жаңағы Ералы ағасын көргеннен кейін мен де осындай боламай деген арманда көптеген жаңа балдар келіп. Шынықсаң шымыр боларсың. Бүгінгі шараның да мақсаты қала жастарының спорт саласындағы жетістіктерін насихаттау. Чемпиондар спортқа қатысты өздерінің білетін ақпараттарымен бөлісті. Жиналғандар көп қызықты сұрақтар қойып, мәселелерді талқылады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай шаралар жастарға қажет. Осындай кездесулер студенттерге спортпен айналысуға деген қызығушылықтарын оятады деген сенім білдірді. Үлкен жетістікке жеткен Жаңаөзеннің атын шығарып жүрген батырларымызды халыққа насихаттап, жастарға насихаттап, соларға сұрақ қою арқылы өзінің керекті мағлұматтарын алу үшін ұйымдастырып жатқан жайымыз бар. Қазіргі таңда осындай бір спорттар түрлерін жастарға насихаттап, соларды өзін қорғауға, Жаңаөзеннің атын алдағы уақытта биік белестерге шығару үшін осындай кездесулер алдағы уақытта жиі өтіп тұратын болады. Бүгінде КУДО спортында 350-ге жуық бала тәрбиеленіп жатыр. Ералы Абдыров пен Нұрсұлтан Бексұлтанның бұл спортпен айналысқанына 4 жылға жуық уақыт болған. Қысқа мерзімнің ішінде осындай биік шыңдарды бағындырып үлгерген жас спортшылар осындай белеске жеткізген бапкерлерге алғыстарын жаудырды. Олар енді бұнымен тоқтамай, болашақта биік шыңдарды бағындыруды көздейді. Айнұр Мейрамбайқызы, Қаршыға Байтөре, жаңалықтар.